Сіздермен болған тока Айкос және де бүгін бізде кедей отбасының соңы сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер маған лайк басып және тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Активіңді көтеріп жіберейік. Так, строй. Айтпақшы, бүгін ит жаңартатын күн емес пе? Өйтіп бүгін демалыс қой, айтпақшы. Мен ұмытып кетіппін ғой. Телефон қарайын или білмеймін, короче. Тогда не істерімді білмей тұрғанымды қараш. Ішім пысып кетті. Мамамнан сұранып бір жаққа барып келейін ба? Или тамақтанып бірақ барайын ба деп тұрғаным бар да. Анашым ұйықтап жатқан шығар даже. Білмеймін, қазір көреміз. Анашым, әкешім, келдіңіздер ме? Я, қызым, келдік. Біз қазір үйдің тауарларын сондай-ақ заказ етіп келдік. Я. Мә, әкешім, өте әдемі болып кетіпсіз ғой. Сіз не істедіңіз сонда? Әкең просто шугаринг сондайға барып келді. Потом бетін жасартқандай, кішкене пластика жасадық, қандай уход жасадық, беті кәдімгі жасарып қалды, ё-моё. Енді мен өзім жасамай қояйын, сосын біткеннен кейін осы үйді бітіріп болғаннан кейін жасаймын деп өзіме сөз бердім енді. Мә, саған өте күшті. Анашым, мен кім еді? Аяның үйіне барып келсем бола ма? Өтінем. Жарайды, қызым, бара ғой, біз оғанға дейін ремонтты бітіретін шығармыз, бұйырса. Енді қыдырып, ана-мынау істеп кел. Аха, жарайды, анашым. Рахмет сізге, мен кеттім. Аха, жақсы қыдырып кел, қызым. Жарайды. По-моему, осы болған. Ну, надеюсь. Аяна. Ау, не болды, қазір келем. Кому? Мен де барайыншы, пожалуйста, мен де барайыншы, алып кетайын, пожалуйста, мен барайыншы. Пожалуйста, алып кетайын, мен де барайыншы. Нервыма тимеші, мен кеттім, өзім ақпала беремін. Ол мен подругам, сен подругаң емес. Түбі кетті бар, мен саған телефон бермеймін бүгін. Бересің. Бермеймін, себебі мені апармадың сен. Жарайды, жүр, бірақ телефонды маған бересің түнде. Берем, жүр, тогда тезірек пұшы. Сәлем. Атың кім сен? Мен атым Еразамат. Саған өте әдемі есім. Сәлем, наконец-то келдің ғой біз жаққа, ура! Айтпақшы, сен қалай үйді біліп алдың? Сен алдында айтын емес пе өзің? Я айтпақшы айтып едім ғой. Мен білген үйдемін, негізі үйге кіресің ба, біз обзор жасап саян ба полный. Біздің үйде екен плям күшті. Жарайды, кеттік онда. Сәлемет бе. Бұл менің анам, яғни, короче, сол. И мынау соңғы комната бізде. Өте керемет, рахмет айтқаныңа. Бәрі өте күшті, әрине. Алда тұрғаның күшті, осындай несібін көресің, өте әдемі. Я, айтпашы, тұла өте әдемілі ғой. Я. Онда далаға шығып бір жаққа барып ойнап келекші. Жарайды, мен қазір анамнан сұранып алайын, потом шығамыз, жарай ма? Аха, мен сен сыртта күтем, мен ініңмен ойнай тұрам. Аха, жарайды, бірақ алысқа кет қалмаңдар, айтпесе мама ұрсады. Жарайды. Наңғала бізде осындай әлмал-әлмал, қызыл, анаяқта вишня, огурцы бір бәле. Нан атын білмеймін, бірақ огурцыға ұқсайды, огурцы сияқты. Жоқ, огурцы емес, ол алмұрт. Қара, бұлайнан. Огурцы болса, қазір көрсетем. Сендерде огурцы бар ма? Мен азылат алмаймын, екеуін, не білмеймін, оғасын ба, соны ұқпайсың ба? Я, түсіндім. Огурцы жоқ екен, жарайды, бізде бар болған, негізінде түсіндіруші едім. Жарайды. Наңғаласа бізде вишня, бәлі-бәлі, алма-алба, көрін ба, жейсің ба, аласың ба? Бізде де бар, негізі толып тұр, керек емес. Анау қайда кетті, ана қыз? Ол ма, мамаңнан сұрайым келеді енді.
жарайды. Мен онда үйге кірейін, сен онда сонда жүре бер, иә? Мынау бізде көгершіннен қорқуың керек. Себебі көгершін сен басына келеді деп сен Ана бала точно қуады екен бар ғой. Нервім ұстап тұр. Нұрлы, мен өте жаман жаңалығым бар. Айтайын ба, айтпай-ақ қойайын ба? Ойбай, не болды, айта бер. Мен жібермеді. Блин, жарайды. Пока. Пока. Үй жина, ол қыз мен барғанша деді. Давай тогда. На. Неменеге есік ашық тұр? Или ана кісілер келді ме екен? Ой, қызым, неғып ерте келдің? Ой, анаш. Мен просто ана қызды бар ғой, жина деп мамасы папасы жібермеді. Ой, сол қызды жібермей жүреді екен үнемі. Жібердік қой біз, сен бар ғой. Мен жібермейді. Ма, болдыңыздар ма? Жоқ, әлі болған жоқ, біз көріп тұрсың ғой, аяқтар келмеген әлі. Аяқта тағы бір зат бар істейтін. Пердеміз келмеген атыды. Йо, ужас қой енді ол. Күтіп отырмыз. Сен комнатанда енді обоймен. Шымба, көртейінші бар тезірек. Мынау деген сымдық қой, мәссаған. Прям күшті ғой, шик-шик, бомба, топ. Бір күннен кейін. Достар, қалдарыңыз қалай? Және де бүгін менде өте күшті жаңалық. Бүгін біз базарда жүрміз, шопинг жасап, мынау істеп жүрміз. И, короче, вот такой базар. Мынаяқта адам көп, сондықтан шулап жатыр. Мән бермеңіздер, бұндай звуктарға. Енді базарға келсең, кәдімгідей осы ғой. Біз шопингқа келдік, әрине новый киім аламыз. Потом үйге келгеннен кейін дұрыстап монтаждап бір влог салатын боламын. Ал әзірше аяқта адам көп болғандықтан, короче, неудобно. Кешке жақын бір влог саламын. Міндетті түрде күтіңіздер және лайк басып өпілдеріңіз басып кетіңіздер. Достар, біз уже келдік үйге. И менің ұйқым келіп тұр, түрме мән бермеңіздер. Қатты ұйқым келіп тұр. Ертең бәрін салатын боламын. Осылайша олардың күндері өтіп, түндері өтіп, бұрынғы кедей отбасы емес, орташа бай отбасы атаныпты. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше, всем пока!